Сәлеметсіздер ме жас достар? Бүгінгі қазақ әдебиеті сабағымызға қош келдіңіздер. Балалар, сіздер бір-біріңізді көргенде, қарым-қатынаста болғанда қандай жақсы, жылы сөздер айтасыздар? Қайырлы күн көздерім, ояныңдар. Қайырлы күн аулаdım, ояныңдар. Қайырлы күн ояныңдар, ояныңдар. Қайырлы күн ояныңдар. Қайырлы күн ояныңдар, ертерек ояныңдар. Қазір бәріміз дәптерлерімізді алып бүгінгі күнді жазамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қалқаман Әбдіқадыров Қажымұқан әңгімесі. Бүгінгі біздің сабақта танысатын мақсаттарымыз Қажымұқан әңгімесіндегі кейіпкердің типтерін жеп тұрысынан сипаттау және кейіпкердің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру. Бүгін сабақ барысында біз сіздермен жұмыс істеу барысында сіздердің жұмыстарыңызды мынандай критерийлермен бағалаймыз. Қажымұқан әңгімесіндегі кейіпкерлерді анықтай алуларыңыз керек. Кейіпкердің сабақ соңында білуіміз керек. Тек тұрғысынан сипаттап айтуымыз керек. Кейіпкерлердің заманауи жаңашылдығына салыстырып баға бере алуымыз керек. Осындай критерийлерді сабақ соңында біз сіздермен біліп шығуымыз керек. Ең бірінші жаңа тақырыпты бастамас бұрын біз сіздермен осы Қажымұқан әңгімесінің авторы туралы өмірін, шығармашылығын есімізге түсірейік. Қане, осы шығарманың авторы кім? Дұрыс айтасыздар, Қалқаман Әбдіқадыров. Ол кісінің өмірі мен шығармашылығын есімізге түсіру үшін мен сыныпта сіздерге QR-код белгіленген білестірмелі карточкаларды іліп қойдым. Қазір ұялы телефондарыңызды алып, осы QR-кодты сканерлеп, сіздер берілген сұрақтарға жауап бересіздер. Олай болса, балалар, біз бүгінгі сіздермен жаңа тақырыпқа көшейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әдебиеттегі кейіпкерлер тегі. Әдебиетте кейіпкерлер тегінің 3 түрі бар екен. Бірінші эпикалық образ, лирикалық образ, драмалық образ. Эпикалық образ дегеніміз не екен? Кестің кейпі, мінез-құлқы, іс-әрекетімен тұтас көрінген, жинақталған, әрі дараланған тип. Келесі образымыз бұл лирикалық. Лирикалық образ дегеніміз сыршыл, өлең жырлардағы ақынның өз бейнесі. Соңғы тип бұл драмалық образ. Шиеленіскен тартыстар мен қиын-қилаш әрекеттер арқылы жасалатын образ екен. Енді балалар, қане, біз сіздермен әңгімені басынан аяғына дейін оқыдық. Қажымұқанның образы, осы 3 образдан қайсысына керек екен қараңыздаршы? Кім айтады? Елнұр қандай образ? Қажымұқан образы, эпикалық образы. Рахмет. Балалар, келісеміз ба? Дұрыс айтасың, Елнұр. Дұрыс айтасыздар, сынып. Біздің Қажымұқанның образы эпикалық образ екен. Қазір біз Қажымұқанның кейпін, мінез-құлқын бейнелейтін бір видеоға көңіл аударайық. Бұлақшы бойына сыймаған бала палуан Мұхаммед. Майға жалда. Оқушылар, біз ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бәріміз экранға назар аударайық. Алдарыңызда суреттер берілген. Ол суреттер өздеріңіз байқаған шығарсыздар, біздің бүгінгі басты кейіпкерімізге байланысты. Суреттер арқылы әңгіменің басты кейіпкері туралы қандай ой жинақтауға болады? Шамалы
дұрыс жауап бергендерін қарап шығайық. Мінекейіңіз бірінші сурет бойынша қазақ елінің мақтанышы 63 жеті теңдесі жоқ. Кәсіпқой палуан Қажымұқан Мұңайтпасұлы күрес өнерінің бірнеше дүркін жетік меңгеріп, әлем чемпионаттарына қол жеткізген тұңғыш қазақ. Келесі тапсырма, бірінші тапсырма. Мақсаты әңгімеден алынған үзінділерді мұқамның өсу жолымен сәйкестендіріңіздер. Яғни мына суреттерде мұқамның өсу жолында суреттері, әр жағындағы суреттері бар. Сіздер осы үзінділерді суреттермен сәйкестендіресіздер. 2 минут уақыт берем, ойланыңыздар, дәптерлеріңізді ашып орындаңыздар. Жауаптарыңыз бар ма? Кімде жауап бар? Мадия. Мына суретте Қажымұқан балықшылар көрсетілген. Сынып, тағы тақтаға назар аударамыз. Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырманың мақсаты берілген үзінділер арқылы кейіпкерлерге мінездеме бересіздер. Сіздер ол үшін тағы да ұялы телефондарыңызды аласыздар. Ұялы телефондарыңызға мен сіздерге жүктеме беремін. Онда Word платформасында орындаймыз. Мен сіздерге жүктеме жібердім. Орындаймыз. Сынып, экранға назар аударамыз. Берілген үзінділер арқылы біз сіздермен басты кейіпкеріміз Қажымұқанға мінездеме береміз. Жоғарғы жақта жазылып тұр. Осының мазмұнына сәйкестендіреміз. Тапсырма бәріңізге түсінікті ме? Сынып, біз сіздермен әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Келесі тапсырма өздеріңе мәлім 5 жолды өлең әдісі арқылы басты кейіпкерге мінездеме береміз. Өздеріңіз білесіздер, 5 жолды өлең қалай жазылады? Бірінші жолына зат есім, екінші жолына 2 сын есім, үшінші жолға 3 етістік, төртінші жолға 4 сөзден тұратын бір сөйлем, және 5-ші соңғы жолға символик сөзді жазамыз. Сіздерге 2 минут уақыт жазамыз. Сонымен балалар тапсырманы орындап болса, кәнекей тексеріп жіберейік. Кім оқиды? Аружан оқи ғой. Қажымұқан алып, үлкен үшінші жеңгеді жасады күреседі. Төртінші Қажымұқан Қазақтан шыққан чемпион. Бесінші күш атасы. Тамаша. Келесі Әлбек. Қажымұқан мықты, мейірімді, жеңеді, тоқтамайды, күреседі. Қажымұқанды күш атасы дейді, жеңімпаз. Мадия. Сонымен сынып, біз сабақты аяқтауға тамамдап қалдық. Бүгінгі сабақ бойынша қаншалықты тақырыпты меңгергенімізді қазір мына 12 қырлы пішін арқылы тексереміз. Мақсаты бір-біріңізге лақтырып, түскен сұраққа жауап бересіздер. Мен қазір Айзереден бастайын, кезектесіп лақтырасыздар. Қажымұқан неше мемлекетте өткізілген? Қажымұқан 26 мемлекетте өткізілген. Қажымұқанның мінезі қандай болған? Оның мінезі қарапайым, қайратты және мейірімді. Қажымұқан мінезі қандай болған? Қажымұқанның мінезі қарапайым, мейірімді
және өте жақсы. Сынып, алдарыңызда сіздердің мынандай үлестірмелі қағаздар жатыр. Ой сүзгісі деп аталады. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіз қандай ойға келдіңіздер, сол туралы осы үлестірмелі қағазға жазып шықсаңыздар екен. Сонымен, ой сүзгілеріңіз дайын болса, қане кім оқиды? Жазира. Осы сабақтың арқасында Қанымхан туралы көп ақпарат білдім. Қанымхан өзіне сеніп көптеген медальдар жеңіп алған. Қанымханның әкесі күресші деген атаққа ой ойнаған. Мен Қанымхан жақсы жігіт болатын. Егер де ол өзіне сенсе, онда көптеген медальді жеңіп алады. Рахмет. Қарап. Сонымен сынып, бүгін біз өз мәресіне жеттік. Сабағымызда көптеген тапсырмалар орындадық. Осы бойынша сіздер өздеріңізді бағалап өтесіздер. Кейін мен өз бағамды қоям және сабақтан алған әсерлеріңізді мына смайлик арқылы берсеңіздер екен. Содан кейін мына өзін-өзі бағалау парағын маған жинап бересіздер. Сонымен менің жас достарым, бүгінгі қазақ әдебиеті осымен аяқталды. Бәріңізге үлкен рахмет. Келе жатқан Наурыз мерекесі бәріңізге құтты болсын. Демалыстарыңыз жақсы өтсін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.